Қанарбай ата киелі әулие. Сол кезде жаратқанға жалбарынып көмек сұрадыңдар. Сендерге артынан 1000 періште жіберіп көмектесемін деді. Тілектеріңді қабыл алды. Алла мұны сендердің сенімдеріңді арттырып, көңілдеріңді орнықтыру үшін істеді. Өйткені жәрдем тек Алладан ғана келетін еді. Анығында Алладан ұлы, одан данышпан ешкім жоқ. Әнфәл сүресі 9-10 аяттар. Жапан түз сайын далада тіршілік етіп жатқан қазақ халқы туралы көп біле бермейтін бұхаралық дін басылары кезінде әмірге шөлді мекендеген қазақ деген халық діннен хабарсыз болып барады. Әжі сапарына бармайды, пітір бермейді, ораза намазды да білмесе керек, себебі оларда мешітте жоқ депті. Өтініштерінің соңғы қорытындысында осы халықтың ортасында дінді кең насихаттау, көнбесе жойып жіберу керек дегендей ұсыныстар айтылыпты. Бұл әңгіме керуенбасылар арқылы елге жетеді. Тама руының белгілі ақсақалы Мерген Көге есімді көсемнің құлағына тиіпті. Елге сөзін тыңдатқан Көге айналасына жар салып, Бұхара шаһарынан медресе құру үшін елден жылу жинапты. Медресе құрамыз дегенді естіген ел лақ қозыдан бастап түйе тайлағына дейін ортаға салыпты. Тек қаржы ғана емес, тасын таудан әкелу, ұсталарын азық түлігі мен тәміндеу қызметтерін де ел болып көтеріп, тастан қалап медресе бітіріпті. Содан бұл медресе Көгенің тас медресесі деп аталыпты. Уақыт өте келе жергілікті халық тіліне жатығып, Көгал таш атанып кеткен, яғни Көге әл таш, Көгенің тас медресесі деген сөз. Міне осы медресе ашылғаннан соң қаншалаған қазақ баласының мұнда барып оқығаны белгілі, бірақ тарихын ауызекі шежіре жүзінде ғана айтумен шектеліп қалған біздің қазақ ол туралы ізіне аз дерек қалдырған. Біздің білетініміз тым берідегілер. Ал сол медресені оқып бітіргендердің қайсы бір тобында шамамен 1866-76 жылдарда Бұхараның солтүстік батысында ат түйемен апталай жол шегер қашықтықта жатқан Жаман Қызылдан келіп оқыған Қанарбай Айбас ұлы да бар. Нұратадан тіке сыртты көлденең алып, төрі ту әріде жатқан Қызылды ұлы Қызыл деп, ұзын құдықты желкелеп өтіп, Бұзаубай Құланқақты ішке алып, Қарақалпақ елінің жеріне асып кететін. Ені аса ұзақ болмаса да, көлікті жүйкелетіп бітіретін. Өзі тым шымшыл, тез көшетін. Бауырына түскен өсімдік дәніне де аса мейірім жасай бермейтін. Қызылды Жаман Қызыл дейді халық. Қызыл деп жатқанымыз қызыл құм шөлі. Адамның бойындағы бір ерекшелігіне бола атына қосымша тіленіп аталатын секілді, бұл Қызылды да құмына бола осылай атаған. Қалған жерінің қойны толы құт. Ежелгі замандардан бірде Еділ мен Жайықты, бірде бір жылдарда Тәуелбай мен Ұңғыны алма кезек қоңыс етіп жүрген атам қазақ бұл жерлерден сірә да түбегейлі ірге үзбеген. Қасиетін тән алған. Әлбетте ол жылдарда Арал теңізінің бауыры бүтін еді. Айбаты асқақтап тұрған. Осы қасиетімен елін сүйсіндірген далада халық тағдырын, тұрмыс тіршілігін әйгілейтін қаншама тарихи оқиғалар болып өтті. Сол тарихи оқиғаның бірі 1864-65 жылдардың жазында Құланқақтың басында Аспан руының Айтқожа аталығында аты шыққан бір бидің жасы 90-нан асып қайтыс болған әкесіне ас берген тойы. Шегініс. Аспан руының бақашы аталығы 5 тармаққа бөлінеді. Қанарбай, Наурызбай бақашы. Наурызбайдан Бекболат, одан Айбас. Айбастан Мұнарбай, Шынарбай, Қанарбай, Үдербайлар туылады. Қазір тек Үдербайдан ұрпақ бар. Үдербайдан Санақұл, одан Дүйсен, Әбдіраман, Марат. Айбастың шаруасы шағын екен. Қырсыққанда көжеге де тіс сынады демекші, Қанарбай 3 жасқа қараған шағында 1839 жылдың ерте күзінен қыс түсіп, 1840 жылдың сәуіріне дейін созылады. Елде көп мал шығындалады. Сол қырсық Айбастың шаруасына да кесірін тигізеді. Өзі де ауруға шалдығып, сол аурудан айыға алмай бірнеше жыл жүріп, Қанарбай 10 жастан асқанда дүние салады. Туыстарының ішінде еті тірі, қимылы ширақ, қолы ұсынықты, қарулы, сөз тапқыр, ойы жүйрік Қанарбай ерте бас көтеріп, тіршілікті тербетудің қамына кіріседі.
Әкесінен қалған шамалы малды бежерет, көмек сұрағандардың қойын қырқысып, түйесін жөндесіп ақы алады. Көмір дайындап сататындарға сексеуіл қайырысып, тіпті кейде базарға бірге барып, күн көріс үшін жалданады. Тойларда күрестен жүлделер алады, көкпар тартып ат, түйе салым салады. Темірден ағаштан тұтыну заттарын жасап, малға айырбастайды. Бірлі жарым ағайын жекжат байларға ағалары жалданған. Ақы айыруға келгенде дүниеге құныққан байлар жарыта қоймайды. Өзі сондай жағдайда жүрсе де, табысының 1/3 бөлігін шартты түрде жұқа көрші қолаңына береді. Туыстарының мұқтаждығына жұмсайды. Сөйтіп әкесі өлгелі дәрменсізденген отбасын қайта тіктеп, ағаларының малды жайлы болуына көмектеседі. Келеден бұра алып, үйірден айғыр ұстап жүрген Қанарбай жасы 30-дан әрі асқанда ақ менің енді жүрер жолым хақтың жолы деп көптің ісіне араласып, үлкендерден төрелі әңгімелер тыңдай жүріп, күн санап діни жөн жоралғыларды үйреніп, калимасын жаттап, Құран сүрелерін біліп, айтып, ізгілікке ниеттенеді, намаз оқиды. Осылай жүрген күндердің бірінде түс көреді. Түсінде ақсақалды ұзын бойлы кісі келіп, дін жолына түсуін, оқуын, тегінде әулие болатынын айтып, қолына ақ бөзбен қапталған қалың мұқабалы 2 кітап, бізбен ине жеп және шырақ ұстатып, ізінен бата беріп кетеді. Ұйқысынан қуанып оянған Қанарбай Аллаға мадақтар айтып, орнынан тұрып, сыртқа беттеді. Әлі таң намазға ерте екен, дәретін алып, тахаджуд намазын өтеді. Дұғалар оқып, тілектер тіледі. Қуана отырып, түсін тағы да есіне алып талдады. Естуі бойынша үйренгенімен Юсуп алейхиссалам пайғамбардың атын атап, түсін өзінше жорыды. Демек, оқуға бару керек. Құдай қаласа барамын деді. Және Алладан тілектер тіледі. Шын еміреніп тіледі. Аллахқа мақтаулар айтқанда көңілі босап, көзіне жас алды. Бұл Алланың берген шапағатына ризашылығынан, Аллахтан басқа сүйенері де сенері де жоқтығына кәміл бекінгенінен, Алланы шын танып тұрғанына қуанғанынан толқыған сезімнің жасы еді. Оқуға бару басты арманы болды. Молдалармен сұхбатында оқуға бару жөнінде сұрап жүретін, билерге атқосшы болып, барып келіп жүргендерден, саудагерлерден жөн жолда сұрап қоятын. Алайда тіршілік шіркін ізі неғайбыл күйбелеңнен бірден шалғай кесер реті бере қоймай, бүгін ертеңмен жүріп, осы Құланқақтағы Айтқожа бидің тойына дейін созылып келеді. Былтыр күзде Қанарбай әдеттегі Төрткөл базарына жол алған. Хақтың жолына түсуге ниеттенгелі ол ауылдың айналасындағы молда атаулының көпшілігінің сұхбатында болған. Білмегендерін тергештеп, сұрап жинаған, дегенмен бұл тапқандары оған тыныштық бермей, біле беруге, іздене түсуге құштарлығы артады. Сондықтан ол аяқ жетер жерде ел сыйлаған молда болса, соны іздеп барып, сәлем беріп, батасын алуды мақсат еткен. Осы жолы ол Төрткөлге Қаражантақ арқылы сапар шегіп баратын болды. Өйткені ол жерде Сәтбай есімді үлкен молда бар. Соған бару да көптен бергі арманы еді. Оның үстінде Айтқожаның биі алдағы көктем шыға әкесіне ас береді. Астан бұрын би әкесіне Құран шығартуға, әкесінің немере туған нағашысы осы Сәтбай молданы таңдаған. Қанарбайдың Төрткөл баратынын хабардар болған би үйіне шақырып алып, Сәтбай нағашыма айт, әкеме толық Құран шықсын. Оның өз дәулеті өзіне жетеді. Маған мұны аманат еткен. Құран кәрімді толық оқып әкеме бағыштаған соң ауылға келсін. Қыс көктемін бізде өткерсін. Кеңесетін істер бар. Әрі мынау Тәуелі байға одан әрі Қазалы, Қармақшы жағына да баратын реттер болып тұр. Әкемнің асына дейін барып қайтуымыз керек деп тапсырған. Содан таң ала кеугімде жолға шыққан Қанарбай күн ұясына отыра бере Қаражантаққа жетіп Сәтбай молданың үйіне келіп қонады. Келгелі қызықты басталған тәлімді сұхбат түн жарымы ауғанша жалғасқан. Ізі таңғы шай үстіне өрістеді. Әңгіме соңында Қанарбай жол сұрады, сосын Молдекеңнің батасын алып Төрткөлге тартты. Ұзақ жол жүрді. Молдекең айтқандай бір қонып жетесің, бірақ жолда ел жоқ дегеніндей, айдалада жалғыз өзі келе жатыр. Ел жоқ. Мұны Молдекеңнен естіген Қанарбай алаңда емес. Шам мезгілі де таялды. Түйесінен түсіп, тәйемдәрет алып, шам намазын оқыды. Және едәуір жүріп барып демалмақ. Сол кезде күтпеген жерден алдынан бір аттылы шыға келді. Бірін-бірі танымайтын жолаушылар жөн сұрасып білісті. Әлгі жолаушы не ойлағанын бір Алла біледі.
Біздің үй осы төбенің арғы ойында, қонып кетіңіз деп қолқа салды. Қанарбай теріс көрмеді. Бұл жігіт осында жақында көшіп келгенін қысқа ғана айтты. Үйге келіп әбден жайғасқаннан соң барып үй иесі Қанарбайдың мініп келе жатқан түйесіне көңілі түскенін айтады. Өзінің жағдайын мәнерлеп, базарға көмір апаруға, отын тасуға, түйе көлігінің өте қажеттілігін тәтпіштеп, қолындағы ақбоз аты мен 7 ұсақ малға айырбастауын өтінеді. Көп әңгіме өтініштерден кейін барып Қанарбай бұған көнеді. Сөйтіп азанда ұсақ малын қақпайлап айдап, ақбоз атпен Төрткөлге тартады. Құдай абырой бергенде ешбір көңілсіздікке ұрынбай, базардан саудасын жасап, аман-есен еліне оралды. Ауылдың үлкендеріне сәлем беріп, сапарынан ақпарлар айтып, ақсақалдар ризашылығын естіп көңілін бірлеп алған соң, үйренген шариғат тәлімдерін шыңдап, тіршілігін жалғастырып жүре берді. Аттың шығысын ешбір атсейістер де, шабандоздар да білмеді. Тек келіскен жақсы ат екен. Ертерек келгенде тойлардың бірінде көкпары бәйгеге қосып байқайтын ек деген әңгімелер ғана айтылды. Бұл әсілінде Төрткөлден де алыстағы Әлім руынан шыққан бір байдың аты еді. Бұдан хабарсыз Қанарбайға қыз аяғына жақындағанда көрші ауылдың бір нар түйе мен 10 майда мал беріп, дәулетті бір байы келіп, атқа қызығып құда түскен. Бағасын өзі кесіп, бір нар түйе мен 10 майда мал беріп алып кеткен. Қыс өтіп, аямшыға Сәтбай молда ауылға келді. Қанарбайды ұнатып талабына қызыққан ол жиі-жиі қасына шақырып алып әңгімелеседі. Бір жаққа жол жүре қойса да атқосшылыққа ала кетеді. Бұл ілім-білімге іңкәр жасқа өте жақсы болды. Бүйдің күткен күні де келді. Қысты жақсы өткерген ел, көгалды жауын шашынды болып кеткен көктемге де көңілді. Шаруалары жай. Осы айдың басында өткен ас-той кеңесінің шешімі бойынша ас хабарын есткен ауылдың ақсақалдары апталап қамданып, шабандозын балуаннан жыршы күйшісін ертіп, белгілі күні оңынан солға ағылып елге келіп жатыр. Олардың арасында ақбоз атты жоғалтқан бай да бар. Ол талай жерді аралады. Өзі білетін небір ұрыларға араға адам салып та сөйлесті, бірақ нәтиже болмаған. Сол іздеу салудың соңында жүргенде осы тойды естіп, атымды осы жерден табармын деген үмітпен келген. Той басталып, таң бозара қыр асып кеткен бәйгешілер ауылға қарай құйындатып ызғып келе жатты. Мәреге 1-2 шақырымдай қалғанда әлгі ақбоз сайыстастарын біреу-екеу ізіне тастап дараланып шыға келді. Аты ұрланғалы ақылынан айырылғандай болып жүрген Әлімбай ақбозын тани кетті. Бәйгеге қосып тұрған байды тауып, атты қайдан қалай алғанын сұрап, әңгіменің түбі Қанарбайға келіп таялды. Тойда тоғашылардың бірі болып қызмет етіп жүрген Қанарбай көпшіліктің алдында ағынан жарылып, болған әңгімені түгел баяндап басын ашықтады. Бұған бүкіл ауылдастары, билер мен Сәтбай молда да куәлік берді. Малдарды иелігіне табыс етіп, бәйгені ат қосқан байға беріп, енді ешкіммен мал айырбас жасамасқа ант етті де, тойдың үстінде ақ хақтың жолына түсемін, оқимын деп уәде берді. Содан қайтып, дүние тірлігіне алаңдамай, тез оқуға кетуді мақсат етті. Өз өмірі туралы әңгіме айтқан Қанарбай ата, егер әруақтар аян берген күннен бастап оқып кеткенімде, сол тойда әңгіме болмаған болар еді. Мен бүгін ертең деп жүріп уақыт өткеріп алдым. Әруақ сол шамданып топқа салды. Әттең қу тіршілік, таршылық деген екен. Осы оқиғадан кейінгі кезде тақуа жұмсақ мінезді Қанарбай, Құдай, әруақ, адамзат алдындағы азаматтық міндетке, жауапкершілікке өте қатал тұрды. Хақтың жолына адал ниетімен кіріскен Қанарбай оқуға бірден кете алмады. Елден етікшілікті үйреніп, 1 жылдай осы кәсіппен шұғылданып, әрі діни сауаты барлардан сұрап, білімін шыңдап, келесі жылы керуенге қызмет жасап, жол жүріп Бұхара қаласына келді. Әлбетте Бұхараға Көкалтас медресесіне келген. Мұндағылар оқуға қабылдай қоймайды. Бұл шөлден келген адам, жасы да үлкен, бұл әліппеден бастауы керек деген сияқты сылтау жүктеген пендешілік қарсылықтар болды. Бұл әңгімелердің аят хадиске сай келмейтінін білетін Қанарбай мударисті тоқтатудың ақыл жолымен әңгімесін әрі жалғады. Сабырмен байыпты әңгімелескен ол аят хадистерден дәлелдер келтіріп, сұрақ жауаппен білім сынасуға келісті. Әуелі 40 парызды жатқа айтуды бұйырды ұстаздар. Қанарбай жіктеп талдап айтып берді.
Сосын калималар сұралды, мұны да толық жатқа тәжвидпен айтып мағыналарын түсіндірді. Сосын Алла тағаланың барлық сипаттарын, періштелерді, дәрет алу тәртібі, ниеттің мәні, намаз оқу мен оразаның артықшылықтары, амалға асыру тәртіптері, намаздың түрлері, оқылатын дұғалар, одан соң сүрелер жайлы сұраққа өткенде Фатиханы, сәжде аяттарын, мүлк пен Ясин сүрелерін толық және соңғы 36 сүреден тұратын 30 параны түгелдей білетінін айтқанда, дамолалар таңдана бас шайқады. Шындыққа көз жеткеру үшін бірнеше сүрелерді айтқызып тыңдады. Мүлк пен Ясиннен аралықтан өздері бір аяттарды оқып, ізін жалғастыруды сұрады. Қанарбай бұл жолда да дамолаларды таңдандырды. Арық сөйлеп семіз шыққан талапкер тіпті бұлардың өзімен тең түсіп тұр. Ең соңында олар жорттарға: «Сізде ілім бар екен, бізге келіп оқудың қажеті қанша еді? Осы іліміңізбен шөлде медресе, мешіт ашып, балаларды оқытып, насихатты жалғастыра берсеңіз болмай ма?» деп салмақтылау үн қатып. Қанарбай Алла тағалаға жақын болғысы келетіндігін, мұсылмандардың міндеті өзінің білгенін өзгеге үйрету екенін айтып, 40-шы парызды тағы қайталады. Ізінен дүние иесіз емес екендігіне тоқталып, ілім Аллахтың бір аты, бір сипаты, оның ілімі шексіз қазына, сол қазынадан сіздер сияқты өзі қалаған құлдарына біздей талапкерлерге үйретсін деп берген ғой. Өзім білген аз ғана ілімді сіздермен толықтырайын деп, сіздердің баталарыңызды алайын деп келдім деді. Осы кезде Қанарбайға әлде қайдан сәуле түскендей көрінді. Сәуледен жүзі нұрланып, ірлене түскенде дамолалардың мысы басылды. Бұдан соң дамолалар оған бас иіп оқуға қабылдады. Сирек Қанарбай оқуды тамаша үлгерді. Уақыт ауысып, қолы бос кездерінде аяқ киім тігумен, мәсі кебіс жасаумен айналысты. Базар күндері тіккендерін сатып күн көрді. Сондағы тапқандарынан да Алла жолына өз атынан, ата-анасы атынан садақа беріп жүрді. Оқуда озат, қолы шебер әдепті Қанарбайды ұстаздары да, жолдастары да жақсы құрметтеді. Қам сүт емген пенденің қай-қайсының да бойында қызғаныш болады емес пе? Жергілікті кейбір байбатша молдашалар дамоллаға өкпелеп тіпті: «Сіз Қанарбайдан пара аласыз, сосын лаж жоқ оны қолдайсыз» деп нала айтады. Дамолла шындықтың жүзін ашып дәлелдегенмен олар күмәнданып жүрді. Содан бір күні жексенбіде дамолла шәкірттерін медресеге жинап былай деді: «Ілімді жаттап оқу бар, түсініп оқу бар. Әлбетте түсініп, маңызын шағып оқыған оқу ақиқат ілім білу болады. Сендерге тапсырма былай: әрқайсысын бір қораздан алып, ешкім көрмейтін жерде мауыздап алып келесіңдер. Түсіндіңдер ме? Ешкім көрмейтін жерде мауыздайсыңдар. Ал бара беріңдер», деді дамолла. Шәкірттер бір қораздан тауып, әрқайсысы әр жерде өздерінше ешкім көрмейді, тіпті Алла да көрмейді деп, өздері жөн көріп көздеген жерлеріне мауыздап медресеге алып келеді. Бірінен кейін бірі тізілген шәкірттер мауыздалған қораздарының басын төмен салбыратып, дамолланың алдына өте береді. Қанарбай әдейі ізінен келген, мұның қоразы тірі, қолтығына қысып алған. Дамолла: «О Қанарбай, тапсырма қалай болған еді?» дейді. Дамолла, мен тапсырманың қалай болғанын жақсы түсіндім, ұмытқан жоқпын. Алла бәрін білуші ғой. Көрместі де, көрнеуді де жақсы білуші. Аллахтан жасырын жер таппадым, деп Алланың субути сипатын айтып берді. Сонда дамолла: «Мұны түсініп оқу» дейді, деп Қанарбайға үлкен алғыстар айтты. Бұдан кейін дамолла ғайыптық ілімді игеру деңгейін сынау бойынша Ләбі Хаузден бидай елеуішті ғалбыр толтырып су әкелуді тапсырды. Молдашалар бар білімін салып, бидай елеуішін суға батырады, су тұрмайды. Ал Қанарбай оқуын жаңылмай жайында оқиды. Бидай елеуіші суға толтырып, дамолласына әріптестерінің көзінше әкеліп тапсырады. Үшінші сынақ Құранды тәжвидпен оқу және қарилық қабілет төңірегінде болды. Бұл жолы да Қанарбай өзгелерден озып шықты. Бұдан кейін бүкіл медресе болашақ әулиені мойымдады. Әйтсе де, біреулер астыртын нағмалар қылып көрді. Қайткенде де тақуа қолына қамқоршы Алла тағала жарылқап, барлық уақытта 30 Қанарбайдың жағында болды. Қанарбай дүние қумаған кісі. Ол оқу мерзімін түгетіп, шахнадатнамасын, шатырхатын алып елге келген соң өзіне ықыласпен келгендерге дәріс берді. Әсіресе жастарға көп қарасатын, бірде жастарға мынадай деп ақыл айтады:
Өмірдің базары да ажары да жастық. Білім, абырой, ақыл жинайтын шақ жастық шақ. Оны қадірлей алған адам бақытты болады. Жас талапкерлерді дәулетсіздер мен қауметсіздерді үнемі сүймелдейтін, қолына түскен табыстан оларға үлес беріп отыратын. Ондағы мақсат жастардың дұрыс тәрбиеленуі. Өз басынан талай рет тас жарғандай таршылықты өткерген ғұлама көрген сауапты істерді осылай жасайды. Жылына бір рет Бұхараға медресеге барып, дамолаларына сәлем беріп қайтады. Әуелде түсінде аят берген әруақтың меңзеуі солай болуы керек. Қазіргі өзі жерленген жазықтықта, елден жырақтау жерде, жол бойында, шағын құрым үйде тіршілік етті. Айтушылар хақтың жолына түскен әулие, елдегі озбырлардың әділетсіздігін көрмейін, өсек аяңды естімейін деп, елден сәл әрілеу болса да тыныш жасағысы келген дейді. Мұндай әдеп тарихта әйгілі адамдардың басында бар. Мұны біз Қожа Ахмет Яссауи өмірінен де, елден жырақ жалғыз үй отырғанымен, елдегі әділетсіздікке ішім толған умен дерт, сыртым дүрдей, мен келмеске кетермін түгендірмей, немесе көңілім қалды достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда деп күрсінген ұлы Абай өмірінен де, кейбіреулер безді дейді елден мені, есалаң айтады екен сезіп нені, сайтан билеп кеткен соң амалым не, қайтемін жапанда өзім жалғыз қалмай деп толғанған шәкәрімнен де, қайтемін жапанда өзім жалғыз қалмай деп толғанған шәкәрімнен де, қашамын, қайрылмаймын, қойға кетем, жетеді өзімді өзім алдағаным деп өкінген Мұқағалидан да, нәпсінің құлы болғандар мен алаяқ жалатайлар жайлаған ортадан алыс жүргісі келген ұлы Аллахтан шынымен қорыққан ірілер өмірінен жақсы білеміз. Негізінен мұндай пікірді оқығандар ілімнен үйренеді, ал оқымаған имандылардың жүрегіне Алланың өзі салатын шығар. Иманы таза, кіршіксіз пәк жүрек тыныштықты қалайды. Дүниеге ынтық машқарлыға амалсыздардың бірінің болмаса бірінің кесірінен кәусардай тұнық әрі тәтті жұмыртқаның ағындай аппақ әрі сұлу ожданын арын аластаудан қорқады. Сол үшін шетке ылашсыз қашады. Аят хадиске тура келмейтін сөз, әрекет бар жерде қала беру қашанда қалайда иманды ластайды. Сахабалардан бірі пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: Расулалла, ақыр заман келіп қалғанда біз не істеуіміз керек деп сұрайды. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам: қойыңды айдап тауға кет деп өсиет етеді. Сол айтпақшы, әділетсіз орта Қанарбай атаға да қолайсыз болған екен. Тыныштықты қалаған тілегіне түсінде осылай жөн сілтепті. Үйінде мәсі кебіс, бас киім тігіп, ешкілерін жайып, келген кісісін күтіп, уәжін бітіріп отырады. Ұсақ малдың терісін илеп, ыстап өзіне өзі шикізат жасайды. Жылдың белгілі мерзімдерінде жаңадан тіккен кебістері мен мәсілерін, былғары жамауларын, ине жібі мен бігізін салған дорбасын иығына асып, аша таяғын алып, ел аралап шығады. Сондайда кездескен жалаң аяқтыны аяқ киімді етіп, аяқ киімі жыртылғандары болса тігіп беріп, көпті қуантып қайтады. Әрі барған үйінде шариғат жолдарын, намазды уағыздап үйретеді. Ардагер ақсақал Тобан Раметов: марқұм Шәріп Ахметов менің анам Қанарбай ата тіккен етікті киген кісі. Ата етікті сол уақыттың сәнімен қоңыраулап, өте әсем әрі берік етіп тігеді екен. Анам маған бір етіктің өзін көп жыл кидім деп, талай рет риза көңілмен әңгімелеп отырушы еді деп, бірнеше мәрте кездескен сұхбаттарымызда мақтанышпен қуанып айтқан. Мен Шәріптің анасы Сара Мұса қызын 1940 жылы Саркөлде көргем деп еске алады. Қанарбай атаның қолына су құйып, алдына дастархан жайып, қызмет қылған Орынкүл Байтерек қызы кезінде мынадай естеліктер айтып кетіпті. Мен ол кісіні алғаш көргенімде жас келіншек едім. Үлкендердің әдемі бойынша маған бата берді. Әулие атаның талай рет үйге келгенін білемін. Жүзінен нұр тамған, бидай реңді, ұзын бойлы, иықты, тарамыс денелі кісі еді. Кезінде күресетін де болыпты. Қолындағы аса таяғында қасиет көп деп атамдар айтып отыратын. Ата дүниеден өтіп, жыл айналмай әулиелік нышандары байқалып, ауырған кісілер түнеп, шипа көріп, белгілене бастаған күндердің бірінде атаға зияратқа бара жатқан бірнеше кісі біздің үйге түстеніп кетті. Сонда өзімнің қайын атам Ашатаяқ туралы бір әңгіме айтты.
Үйден шығарып салғанымда көлік берсем алмайтын. Анандай жерге дейін бірге барып қоштасып қайтамын да 2-3 адым тастап артыма қарасам көрмей қалатынмын. Келгенінде 2-3 адым келгенінде де алыстан қарасын байқамаймыз. Қораның не қазықтың басынан келге жатқанын бірақ біліп қалатынбыз. Сөйтсем бір күні аңғардым. Асатаяқты иығына салғанда көрінбей кетеді екен. Қайта қолына алса көзге көрінеді екен деп әңгімелеген еді. Ол кісінің сұхбатында құштар ауыл ақсақалдары біздің атам мен енем жарықтықтың тез-тез келуін асыға күтетін. Әр келгенде ел бір масайрап қалатын. Апталап жібермей қонақ етіп, күні-түні әңгіме дүкен құратын. Көптеген шалдар мен кемпірлер, жастар мен тіпті кішкене балалар да атаға жығылып намаз үйреніп қалатын. Ол кездің адамдары намазсыз жүруді әбес көретін деп еске алыпты. Осы апталық қонысында ауылдың үлкен кішісіне калима мен намазды және 40 парызды үйретеді. Қанарбай ата өзі қыжықтап қоймаған құрбыларына не жеңешелеріне қалжыңдасқанда, сендердің ақылдарың 4 мүйіз немесе бір жаңғақ қой деп күледі екен. Осындай әзілдің үстінде бір жеңешесі: қайным, бір жылда бір келесің, тағы қашан кездесеміз, оны Құдай біледі. Келесі келгеніңше естеп жүрелік, үйге мына жерге бір естелік қалдырсайшы деп оң жақ босағаның оң қапталын нұсқапты. Қанарбай ата мейлі деп отырған жерінде қолын шығысқа қарай бір сілтеп қалыпты. Сонда үзіктің бір сүйем жерін қылышпен кескендей етіп тіліп түсіпті. Әсілінде ырымшылы көп елде Қанарбайдан және басқа өздері айрықша құрмет ететін молдалардан жалғыз жарым қалғанда түнгі мезгілдерде қорықпау үшін нәрестелер шошымасын деп бесікке тағуға бола дұға секілді тағы басқа ес болар белгілер алып қалады екен. Бұл да соның бірі іспетінде қалыпты. 2 бөлімнің соңы. 3 бөлім Алла қалаған құлын екі дүниесінде де жарылқайды деп аталады. 3 бөлім мазар бола тумайды, көбейтеді өлгендер. Өмірзақ Қожамұратовтың сөзімен басталады. 3 бөлімді осы видеоның астынан және комментарий бөліміндегі сілтемелер арқылы өтіп тыңдасаңыз болады.